Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен базовый классикалық көктемге және күзге арналған берет тоқитын боламыз. Бұл берет пухнорки жібінен 3 қабатталып және люрекс қосылып тоқылды. Бас киімге жалпы 1,5 маток жіп кетті. Берет 55 сантиметрлік бас өлшеміне арналған. Тоқу тығыздығым 2/2 ілмек болып табылады. Енді біз бас киімге арналған ілмек санын шығару үшін бас өлшемін тоқу тығыздығына, яғни 55 сантиметрді 2/2-ге көбейтеміз. Сонда 96-8 ілмек ілуіміз керек. Яғни біз оны 100 етіп дөңгелектеп алатын боламыз. Олай болса бас киімімізді бастайық. Бізімізге 100 ілмек іліп аламыз. Бір ілмекті дөңгелекті тұйықтау үшін қосымша ілетін боламыз. Барлығын осылай айналдырып тоқып шығамыз. Тоқымамыз айналып кетпес үшін барлығын реттеп аламыз. Жаңағы қосымша ілген ілмекті сол жақ бізіміздегі бір ілмектің арасынан өткізіп аламыз да жіпті тартамыз. Осылай дөңгелек пайда болады. Енді осы бас киім шегін бір оң, бір теріс етіп тоқитын боламыз. Оң тоқимыз, одан соң теріс тоқимыз. Осылай бірінші қатар біткенше тоқимыз. Екінші және одан кейінгі барлық қатарды қайталап шығатын боламыз. Мінекей біз бас киімнің резинкасын тоқып болдық. Ол 7 қатар және 2,5 сантиметр болды. Енді біздегі 100 ілмекті 10 ілмектен бөліп шығамыз. Яғни осылай 10 ілмекті белгілеп алып, маркер іліп шығамыз. Ең соңғы маркерді ілемізде тоқуға кірісетін боламыз. Бұл бөлікте біз бас киімімізді кеңейтеміз. 10 ілмекті тоқимыз. Осы 10-шы ілмектен тағы бір ілмек тоқимыз. Осылай маркерден соң қосып отырамыз. Келесі қатарды еш өзгеріссіз тоқып шығамыз. Бүкіл қатарды осылай қайталап шығатын боламыз. Бір қатарда ілмек қоссақ, екінші қатарда ілмек қоспай тоқып шығамыз. Осылай біз 16 қатар тоқимыз. 8 қатарда ілмек қоссақ, 8 қатарда ілмек қоспаймыз. Ең соңында біздің бізімізде 180 ілмек болып көбейеді. Ол менде 17 сантиметр болды. Енді еш өзгеріссіз тағы 4 қатар айналдырып тоқып шығамыз. Енді бас киімімізді қысқартатын боламыз. Ол үшін маркер белгіленген жердегі мына 2 ілмекті бірге тоқитын боламыз. Келесі қатарларды осылай қайталап шығамыз. Яғни маркер белгіленген жердегі ілмектердің барлығын екеуін бірге тоқимыз. Одан кейінгі қатарды өзгеріссіз тоқып шығамыз. Осылай қысқарта беретін боламыз. Әр қатар сайын ілмек саны азайып қысқара беретін болады. Осылай біздің бас киіміміз формаға келе бастайды. Біздің бас киіміміз дайын болды. Ең алғашында 10 бөлікке бөлген бөліктің әрқайсынан бір ілмектен қалды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді осы 10 ілмекті екеуден біріктіріп тоқып шығамыз. Бізде 5 ілмек қалады. Осы 5 ілмекті оң етіп 6 қатар тоқып шығамыз. Сол кезде бас киімімізде осында әдемі ұш пайда болады. Көріп тұрғандарыңыздай, міне біздің әдемі беретіміз дайын болды. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге қалдырып кетіңіздер. Мен сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын. Келесі шеберлік сабақтарында кездескенше сау болыңыздар.